Жаңа маған қайттан нет соединения деп қалды да. Ол сөйтіп тұрып қалса, сіздерге көрінбей қалуы мүмкін. Сол себептен қайтадан қосылдым. Қазір Құралай ханымның қосылғанын күтіп отырмын. Даусым сіздерге естіліп тұрса, сіздер тоже айтып отырыңыздар, иә? Даусың естіліп тұр деп. Ернар Жақсылықов дейді, Ереке, қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз? Гүлзида отыр екен осы жерде. Гүлзей, дайынсың ба ертең Қарағандыға? Біздің Гүлзинат бұйыртса миллионер болайын деп жатыр, миллионерлердің қатарына қосылайын деп жатыр. Сіз де қосылсаңызшы біздің қатарға. Тіркеліп, ер азамат, ертең мен күйеуім баратыр Қарағандыға. Жаңа ертең автобус салатын қызыммен сөйлессем айтады, бәрінің күйеуі келе жатыр екен дейді. Сіздің күйеуіңіз келе жатыр дегеннен кейін бәрінің күйеуі келе жатыр. Сенбей жүргендер бар арасында дейді. Қызық болайын деп тұр. О, мінеки Құралай ханым кірді. Қазір қайырлы кеш, Құралай ханым, сізді күтіп отырмыз. Құралай ханыммен қазір кішкене тұшымды сұхбат болады. Сіз өздеріңізде көріңіздер. Жалпы кез келген адамнан жақсы дүниені ала берсеңіздер, кез келген адамнан бір тәтті сөзін, бір тәтті әңгімесін ала білу керек қой. Ақбота ханым да қосылды. Менің NL компаниясындағы менің біраз қыздарым қосылып жатқан көрінеді. Ал Құралай ханымды қостым. Фариза, қалайсың, жағдай қалай? Кеше сені істеп едім. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Қайырлы кеш. Ханым. Сара ханымның оқырмандары, қалайсыздар? Қалай жағдайыңыз? Жақсы, рахмет жаным. Әдемі болып тұрсыз, Құралай ханым. Рахмет. Я, бүгін мінекей біздің мынау бір үлкен бастамамыз, үлкен кәдімгі біздің команданың қыздарынан естіп жатқан шығарсыз, үлкен жоба деп айтсақ болады. Кәдімгі арнайы мамандықтарға даярлайтын жоба. Сол жерге арнайы өзінің саласында нақты мамандар, әйтпесе нақты емес мамандар көп болып кетті қазіргі заманда. Сол нақты мамандар, сөйлей алатын, өзіндік аудиториясы бар бір топ жандарды топтастырған біздің команда. Соның ішінде мінекей өзіңіз барсыз, келісіміңізді бергеніңізге, алтын уақытыңызды қиғаныңызға сізге көптен көп рахмет айтқым келеді оқырмандарымның атынан. Сол істеген істеріңізге Аллам берекесін берсін. Ниетпен құрылған дүние ол өз бәрібірден нәтижесін көрсетеді ғой, Алла қолдайды ғой ондай адамдарды. Рахмет сізге, Алла разы болсын. Мен енді сізге шағын сізбен бір танысу барысы болсын, өйткені бізде қазір қаншама адам көріп отырады, сақталып тұрады деген сияқты. Құралай ханым, әңгімені арыдан бастасақ, иә? Негізгі мен өзіңізді енді сабақтарыңызға қатыстым деп айтсам өтірік болады, бірақ та мен сіздің парақшаңызды қарап жүремін, көріп жүремін. Нұргүл арқылы өзіңізді өте қатты жақсы танимын. Сондай бір 2-3 рет көргенде де жүзіме, көңіліме жақын тарттыңыз. Я, енді әңгімені арыдан бастасақ, сіздің дипломы бар психолог екеніңізді білеміз, иә? Дипломы бар деп асын сызып тұрып айтқым келді. Өйткені қазір енді психолог деген бір өзі трендтағы дүние болып кетті ғой. Ойбай, мен адамның психологиясымен жұмыс жасаймын деп кетеді ғой қазір көп адам енді. Бала күніңіздегі осы арман ба еді сіздің? Арманыңыз қандай еді? Жалпы психолог мамандықты таңдауға не себеп болды? Сара ханым, мен де осы халықтың алдында айтқым келеді. Екеуміз деген қарайды көрістік, кездестік, бір тойларда кездесіп қалдық. Болады ғой, сіздің қарапайымдылығыңыз маған қатты ұнады. Мен танымасыңызда бір отырыста мен Ақштап Бақтыгерееваның өлеңін оқыған кезде бірден маған комплимент айтып жатырсыз да, мен танымайсыз даже кім екенімді білмейді деп те ойлайтынмын мен. Ой, қандай күшті оқыдыңыз деп сөйтіп айтқан кезде мен жүрегіме уже деген жүрегімді ұрлап кеттіңіз деп айтуға. Сөйтіп менде де сізге позитивті көзқарас сондай қалыптасып қалды да, бір-ақ ауыз сөз ғой, адамды дос қылатында, қас қылатында бір-ақ ауыз сөз. Сіздің сол бір-ақ ауыз сөзіңізбен сізді жақсы көріп кеттім. Жалпы кез келген, біз мектепте оқыған кезде біз үйретіп еді ғой, кез келген ситуация пісіп жетілген кезде революция орнайды деп. Осы уақытқа дейін психологпыз деп жүрген адамдарды уже адамдар кімнің психолог емес екенін ажырататын қалге жетті, сондай деңгейге көтерілді адамдар уже. Өйткені ситуация пісіп жетілді деген сөзді.
27 жыл болды психологиямен айналысқаныма, бірақ мен бала кезімдегі арманым мен осы психология саласындағы жүргенім қазір ойлап қарасам бір-біріне сәйкес келеді екен. Бала кезімде мен адвокат болам деп армандайтынмын. Енді ауылды жердің баласы, ауылда өскен, таза қазақ ауылында өскен, ауылды жердің баласы адвокатты қайдан біледі деп ойлаулары мүмкін да. Мен бала кезімде анамның інісі істі болды. Қатты авария жасап, аварияда адам өлімі болып, істі болған кезде мамам күнімен түнімен жылай беретін. Інісі сотталып кетпесе екен деп. Сол кезде айтқандары құлағымда, адвокат жалдап жатырмыз, анау пынау дегендері, бірақ анама қалай көмектесерімді білмей жанталасып жүретін. Осы нетіп кетсе екен, інісі құтылып кетсе екен, жақсы жағына шешілсе екен деп жүрген кезде бір күн мамам деген қуанып үйге келді. Тура әлі күнге кешегідегідей көз алдымда да қуанып үйге келді. Адвокат қорғап алды, сотталмайтын болды інім деген кезде менің қуанғаным, анама қуаныш сыйлаған адвокат болғым келіп кетті ғой. Түсінбеймін, ол адвокат кім екенін білмеймін, адвокат болам деп. Содан кейін мектеп оқып жүріп, ол адвокаттың кім екенін түсіне бастадық. Сонымен бірақ өмір әйтеуір өзінің деген істейді ғой. 11-ді бітіргеннен кейін мен адвокатқа оқуға бара алған жоқпын. Өйткені дәл сол кезде анам ауырып қалды. Мен мұғалімдік оқуға жіберді, өзінің арманындағы, мен қазіргі кезде айтамын ғой, өздеріңіздің армандарыңызды балаларға пихать етпеңдер деп. Анам өзінің арманы мұғалім болу, өзінің ағасы мектеп директоры болған, сол мектеп директоры сияқты енді мұғалім болып солай жұмыс істесе қызым деп сөйтіп армандаған шығар. Бірақ енді ауылда мұғалім мен дәрігерден басқа ешкімді көрмейді ғой. Кез келген ауылда мұғалім болам, дәрігер болам деп жүреді. Ал мен адвокат болам деп жүрсем, мамам маған күліп қарайтын. Қызым ол деген әйелдерге лайық жұмыс емес деп сөйтіп айтатын. Бәрібір де ол мұғалімдікті бітіргенмен ақыр аяғында соны тастап кеттім. Ол менің арманым болған жоқ. Енді заманның талабына қарай ізденіп жүрген кезде өмірде кездескен қиыншылықтар, ең бірінші қарым-қатынас, ата-енеммен қарым-қатынасым, ол кісілер менің арамдағы қақтығыстар, ол кісілердің мені түсіне алмағаны, мен оларды түсіне алмағанымның барлығы мен психолог ретінде қазір кезде түсінемін, бірақ мен дәл сол жерде жай адамның рөлінде отырған кезде оларды кінәлайтынмын. Соның бәрі зерттеп жүріп психологияға махаббатым қалай ашылып кеткенін білмеймін. Сонымен психология қызық болып, ол кезде деген психология деген нәрсені адамдар түсінбейтінді. Мен кітаптар оқып, ескі сатылушы еді ғой, көшеде сарғайып кеткен кітаптар. Сол жерден кітаптарды алып, әйтеуір бір Алланың өзінің бір маған бір итермелеген шығар, психологияға байланысты кітап қолыма түсіп қалған болу керек. Сонымен ары қарай қазып кеттік, психологияға түсіп. Сонымен кейін психолог болам деп оқуға түсіп келген кезімде, ол кезде мектепте жұмыс істеп жүрген кезім болады, мектеп директорының орынбасары болып. Директорым сұрады маған, қандай мамандыққа тапсырдың деп. Психолог деймін ғой, сөйтсем ана кісі, құралай сативна басың қағама деген сияқты айтты. Ол кезде дәл сол жылдары психологияны білім жүйесінен алып тастап жатқан кез болатын. Психологтар қысқарып, психологтардың жүргізетін сабағы бәрі қысқарып, бұл психолог керек емес деп алып тастап жатқан кез болатын. Мектептен алып тастап жатса, сен соған барып түскенің не деген кезде ғана барып ойландым. Мен махаббатым соншалық алып тастап, өз пайдамды ойламаған ғой. Мектепте жүрмаған, сағат жоқ болып қалады деп ойламаған, түсіп алғам. Содан кейін мен бірден первый импульспен жауап бердім. Ал сізге мені кім мектепте жұмыс жасайды деп айтты деп. Оқуымды бітірдім, шынымен де мектептен кеттім, қолыма диплом алған сәттен бастап былай қаратай санаймын, мен негізі психологпын деп. Бірақ оның алдында психологиямен айналысып, оны түсініп барып оқуға түстім. Жүрегімнің қалауы сол екенін зерттеп барып. Көбісі өздерін зерттемей, ананы тыңдап, мынаны тыңдап оқуға түсіп алады. Одан кейін трендтегі мамандық деп кезінде бір бөлмеде отырсаң, банкте жұмыс жасасаң, компьютерің алдыңда болса, қасыңда кактус тұрса, сол бір трендтегі мамандық болды ғой. Елдің бәрі ойбай деп жапа-тармағай, банк работнигі болу үшін банковский работник деп, банковский дела деп бәрі жұмысқа оқуға соған түсіп алды. Балаларын сояққа жіберді. Қазір енді олар жұмыс таппай жүрді. Осыдан мен түсінгенім, өмірден түйген түйінім, адам жүрегінің қалауындағы жұмысты істесе, соның маманы болатын болса, ол тренд та бола ма, бренд та бола ма, маңызды емес, ол өмір бойы сол рахатына жұмыс жасайды. Білім жүйесінен алып тастап жатса да, сол психологияға барғаныма қазір өкінбеймін, өзім. Пайдаңыз.
Одан кейін жаңа сөзіңізді айтып қалдыңыз, 27 жыл стажым бар деп. Еңбек өтілі оңай жыл емес қой, былайынша 27 жыл деген. Енді осы уақытта қаншама онлайн, офлайн курстар өткізіп жүрсіз, иә, Құралай ханым өзіңіз. Енді қазіргі таңда сөздің шын айту керек, енді психолог көп заман болып кетті ғой шын. Мен кейде бір таңғаламын, Құралай ханым, мен қаншалықты дұрыс емес, бәлкім менің пайымым дұрыс емес шығар. Әлі тіпті тұрмысқа да шығып көрмеген қыз. Оның бір бала тауып етегі қанап көрмеген. Отырып алып жаңағы ата-ене қарым-қатынасы, бірдеңе жаңағы тіпті қарым-қатынас деген дүниенің өзін әлі білмейді де, бірақ енді аудиториясы бар. Сондай бір қыздар бар, енді атын атап түгін істесең ғайбат болып кетеді де. Мен психологпын дейді. Өзінің парақшасында да мен деген тренер, мен психолог, мен адамдармен жұмыс жасаймын дейді де. Енді мен өзім ойлаймын, оған да бір енді адамда бір практика деген болу керек шығар. Мен қараңызшы, сіз өзіңіз айтып отырсыз, иә, қайын жұртыммен ол кезде мен білмедім, қазір бәрін өзім екем кінәлі, өзім білемін. Енді сізге кез келген адам қазір алдыңызға барса, сіз айтып бересіз тәптіштеп. Бұлай, өйткені сіз 27 жыл деген ол оңай жыл емес. Осыған қалай қарайсыз? Осындай адамдарға не айтамыз? Осы 27 жылдан бөлек мен қазір 2 келіннің енесімін, 4 немерем бар. Мен айтам да, ене тақырыбы мен келін тақырыбы менен күшті ешкім айта алмайды деп. И то мен толық 100% алмауым мүмкін. Өйткені ене болғаныма 6 жыл болды. 100% мен де жеткізе алмауым мүмкін. Басынан өтпеген адам жүректен шығарып айта алады дегенге сенбеймін мен. Мүмкін теория біреуден көргенін бүйтіп айтатын шығар. Бірақ шынымен де адамның жүрегіне жеткізіп айту үшін өзіңнің жүрегіңнен өту керек ол нәрсе. Аш бала тоқ баламен ойнамайды дегендей, аш болып көрмеген адам аш адамның қалын түсінбейді. Тоқшылықта өмір сүрген адам аш адамның қалын түсінбейді, ал аштықта жүрген адам тоқ адамның қалын түсінбейді. Сол сияқты өзі бала туып көрмеген адам баланы қалай тәрбиелеуді айта алады дегенге енді білмеймін, бұл менің өзімнің жеке пікірім, ол кішкене дұрыс емес сияқты. Ал енді психологтарға келетін болсақ, психолог мамандығы өте бір керемет мамандық. Ол жыл өткен сайын, сенің жасың қартайған сайын востребованный боласың да. Сен стажың көбейген сайын. Кейбір мамандықтар бар ғой, түріңе қарап, жасыңа қарап алмайды. Мысалы, кейбір жерлерде 25-тен асқандарды қабылдамайды. Не керек, анау керек, мынау керек деп. Ал психология деген ол таза адамның жан дүниесінің емшісі ғой. Жан дүниеге операция жасайтын, жанның жарасына бальзам жағатын адам. Оған кәдімгі өмір көрген адамдар өмір көрдім екен деп те айта беруге болмайды. Теория үлкен рөл атқарады. Мені мысалы психологияны оқыған кезде бізге деген практиканы көп үйрете алған жоқ. Мүмкін ол кезде біз өзіміз дайын болмаған шығармыз, жас болған шығармыз, практиканы айтса да. Бірақ консультация берген кезде сол апайларымыздың, ұстаздарымыздың үйреткен теориясы менің миымда сақылдап тұрады. Мына адамның темпераменті мынандай екен, мінезі мынандай екен, оның қиялдауы мынандай, оның қабылдауы мынандай деген сияқты соның бәрін қарап отырасың. Бәрін түсініп отырып, содан кейін барып әркімге индивидуальный подходпен ақыл кеңес айтасың. Бір проблемамен келген адамға бірдей ақыл кеңес айтылмайды. Біздің мына Инстаграмда, эфирде айналысып жүргеніміздің бәрі мотивация. Жеке адамның жан дүниесімен жұмыс жасалатын дүние, ол закрытый помещениеде, мына кабинетімде өтеді. Одан кейін менің ана 3 айлық курсымда мен екі қызды бір-бірімен дос жасап қоямын. Өзім үйретем, теориясы мен практикасын үйретем да, екі қыз бір-біріне кезектесіп, біреу бір күні психолог болады, біреу клиент болып үйренеді, бір күні біреу клиент болады, біреу психолог болып бір-біріне сөйтіп жұмыс жасайды. Жан дүниемен жұмыс жаса, оны енді орысша айтқанда проработка дейді ғой. Ол біздің Инстаграмда айтып жүргеніміздің бәрі просто мотивация. Мотивациядан да адамдар өзгеретін адамдар болады. Мотивацияны алады, бір семинарға барады, ой, өшіп қалдым, қайтадан кейін, 3 күннен кейін, 1 аптадан кейін өшіп қалдым деп жатады. Оның бәрін себебі не? Мына жақта мусор жатыр да, сол мусордың бетін әдемі кілеммен жауып қойған сияқты. Немесе мына кілемнің үстіндегі мусорды сыпырып, кілемнің астына салып қойған сияқты. Ол бәрібір де бір күні иісі шығады, қанша мотивацияға тойып алсаң да. Сондай жағдайда психолог көмегі керек болады. Ана түгел жарақатын не үшін екенін анықтап, оны устранить ету үшін бірінші анықтайды, оның выгодасы не екенін, не үшін олай болды, қай кезде пайда болды. Адаммен жеке индивидуально сөйлесіп отырып қана анықталатын дүние ол. Тамаша, керемет жауап. Құралай ханым, бақыттың кілті әйелде деген кітабыңыз бар екен.
иә, қаншама бестлер болыпты, қаншама қыз келіншектердің аузынан шығып жатыр, мына жерде оқырмандар да жазып жатыр, Құралай ханым супер деп. Жалпы осы кітабыңызды шығаруға не себеп болды? Кез келген адам енді бір кітап шығарған кезде өзінен өзі жүріп, мен мына кітап жаза қояйын демейді ғой. Мысалы бізге де ақындарға мысалы ана туралы өлең жазамыз, кешегі болған жағдайға бір түрткі болады, мысалы осыны жазайыншы деген сияқты. Не түрткі болды? Бақыттың кілті әйелде деген өзі аты да әдемі. Мен өзім жалпы тіл маманы емеспін, әдебиетші емеспін. Ол кітап ойы кәдімгідей мен адамдарға жанашу сезімінен пайда болды. Себебі біз енді бір бөлмеде отырып, кейбіреулер айтып жүр ғой, бір бөлмеде отырғандар жыбырлап кетті деп. Заманның талабы ғой, енді мына Инстаграм шықты. Инстаграм ешкімнің әкесінікі емес, жалпы қоғамға ортақ дүние. Инстаграм шыққан кезде, Инстаграмға шыққанда адамдар проблемаларын дайректке жаза бастады. Посттарын жаза бастады, өзіме Инстаграм арқылы шыға бастады. Оның бәріне жеке-жеке бүйтіп көмектесу мүмкін емес нәрсе да. Физикалық тұрғыда үлгермейсің. Сол кезде қалай көмектессем екен, анау Алматыға даже келуге ақшасы жоқ адам, анау жақта жатыр, маған консультацияға келу мүмкіндігі жоқ адамдарға қалай көмектессем екен деген кезде, менің осы білетінімді бәрін салып, шамамның келгенінше салып бір кітап шығарсам деген идея келді. Ол кітапты білесіз ба? Мен өзімнің кабинетімде жатып 2 аптада шығардым. Бірінші жазып бастадым. Үйде немере бар, анау бар, мынау бар, үйдің қонағы бар. Жазсам деген, мен ана жазғышбек адам емеспін. Өзім ана Инстаграмнан байқалып тұрады жазғышбек емес екенім. Пост бір салсам, бір салмаймын. Мен сөйлетіп қойса, сол сөйлеген шіркін біреу жазып алса ғой деп армандаймын. Сонымен бүйтіп жазылмай кеткеннен кейін өзіме шешім қабылдадым да, үйге бармай офиста жатып, ана әлі кешегі күн сияқты есімде, кожаный немене терлетеді ғой, сол жерде ұйықтап 2 апта жатып жаздым мен сол кітапты. Ол жердегі мақсатым, ең бірінші мақсатым, алыстағы ауылдағы қыздарға көмектесу, психологияны бір ауыз сөзім болса да соған әсер етсе деген мақсат. Соны жаздым. Бәленбай жылғы стажымда алдыма келген әйелдердің проблемасына сәйкестендіріп жаздым. Одан кейінгі екінші негізгі мақсатым ерін сыйлаған етекте қалмайды деген принцип болды менде. Өте жақсы. Кейінгі кездерде мына ер азаматтарды қалай мойындамағандықтан әйелдерде мужской энергия көтеріліп, өз проблеманы, өміріндегі проблеманы өз қолдарымен жасап алып жатқаны көрініп тұр ғой қоғамда. Қазір қайта ол кітап шыққан кезде өте қатты асқынып тұрған жағдай болатын. Қазір кезде әйелдердің көздері ашылды, ерін сыйлап, ерін бірінші санап, олардың пікірімен келісіп, сондай қазір деген несі жөнделді, адамдардың көзқарасы, пікір жөнделді. Сол кездегі мақсатым сол болатын. Бірақ қараңызшы, біздің қазір қоғамда әйел жұмыс істемеу керек деген пікір әлі де бар. Негізі әйелін жұмыс істеткісі келмейтін ер азаматтарда, оларда бессознательный программа. Кезіндегі аталарымыз, аталарымыз мал тапқыш болды да, әжелеріміз бала тауып үйде отырғыш болды ғой. Ал қазір қоғам басқа, адам басқа, заман басқа. Мына 21 ғасырда ер азаматыңның бір жағынан шығып бірге жүгірмесең, балаларды жеткізу өте қиын. Балалардың сұранысын, оларды мына қоғамға заманауи сайғып, жеке тұлға қылып тәрбиелеу үшін жан-жақтан ықпал жасау керек та. Мен қазір кезде айтар едім, қоғамына қарай, заманына қарай адамы ер азаматтың бір жағына шығып, әйел адамның еңбектенгенде тұрған ештеңе жоқ. Ол әйелін жұмыс істеткісі келмейтін ер азаматтардың жан дүниесімен жұмыс жасау керек. Жан дүниесімен жұмыс жасап, ата-бабамыздан бізге программа болып қойылған, әйел адам жұмыс істемеу керек деген. Ол кезде енді шыңғып бала тауып, күйеуінің тапқанын әкеліп жаратқаннан басқа, ол заман сондай болды. Ал қазіргі заман басқаша. Мен айтам, қазір не үшін ажырасу көп? Үшінші негізгі мақсатым ажырасудың алдын алу болды. Не үшін ажырасу көп? Өйткені әйелдер күйеуіне сенбей жұмыс істейді. Сөйтеді, мына жаққа дамып шығып алады, мына жақта қалып қалған күйеуіне бүйтіп қарайды. Осы балалар болмағанда осыған ажырасып кететін едім, амал жоқ, балаларым жетім болмасын деп өмір сүріп жүрмін дейді. Ал немесе кейбір жағдайларда, ой, болды, мен балаларға қараймын деп әйелдерін үйге жұмыс істеме деп үйде отырғызып қояды. Одан кейін күйеуі өзі бүйтіп
дамб алады да мына жақтан былай қарап екінші әйелге бару, измена жасау, соның бәрі содан шығады. Ал ол болмас үшін екі адам бірдей, бір бағытта екі адам бірдей дамығанын қалаймын мен. Мен енді ол өзімнің жеке пікірім. Дұрыс. Осы мәселелер сол кітапта бар. Одан кейінгі біздің ең үлкен қателігіміз әйел адамдардың еркектерді түсінбейміз. Неге? Себебі өзіміздің көзқарасымызбен қарай саламыз оларға. Олар мүлдем басқа жаратылыс. Еркектің психологиясын білмейміз. Еркектің психологиясын білген адам қай кезде қалай еркекке қалай сөйлеу керек екенін түсіндірілген ол кітапта. Еркекпен қалай тіл табысу керек екенін түсіндірілген. Тіпті сол кітап қызық болды ғой. Ажырасам деп жүргендер оқыған кезде маған дайрекке келеді ғой. Ойбай, бар кінәнің бәрі менде екен ғой дейді. Өйткені еркектің психологиясын түсіндіргенде уже түсінеді. Олар нені түсінетінін, нені түсінбейтінін, қай әңгімені қалай айту керек екенін түсінген кезде бәрін білдіріп жүрген өзім екенмін ғой дейді. Мысалы, қарапайым мысал келтірейін. Әйелдер звондайды күйеуіне, жаным, үйде нан жоқ екен, ала салшы жолдан деп. Күйеу алады, еркектердің зейін, еркектер бірақ бағытта ғана зейінін шоғырландырады. Ал әйелдердің зейіні жан-жаққа шашырап жүреді. Бұл енді теория, зейіні жан-жаққа шашырап жүреді. Әйелдер за рулем келе жатып, үйдегі піспеген тамақты, үйде сабағын оқымай қалған баланы, ана ата-енені, анау абысының болғалы жатқан тойын, ертең тойға киетін көйлекті бәрін одновременно ойлай алады да. Алла тағалам оларды сондай қылып жаратқан, әйелді солай жаратқан. Біз сөйтеміз ғой, за рулем келе жатамыз да, скидканы қараймыз. Ойбай, мына жерге скидка деп жазып қойыпты мына дүкенге. Ертең обязательно келіп кетуім керекпін дейді. Ой, қазір жолдан нан ала салуым керекпін деп. Ана нанға кіреді, магазинге кіреді. Скидкамен тұрған дүниелердің бәрін, ой, мына сабын да керек. Өзі нанға кірді. Сабын керек, анау керек, мынау керек деп 4 пакетті көтеріп шығады. Зейіні шаршырап жүр ғой. Ол нанға ғана кіргенін ұмытып кетеді. Одан кейін жол жанекей тоқтайды да деген ана несіне, подружкасына кіріп шығады чай ішуге, әйтеуір үйге сөйтеді, зейіні шашырап жүреді. Ал еркектердікі бірақ бағытқа. Нан әкел деді ма, магазинге кіреді да нанды ғана көтеріп үйіне келеді. Содан кейін әйел ойлайды, осының бәрін айта беру керек па? Нан керек десе, нан ғана әкелген қарыз. Сүтті жоқ үйде, сүт ала айтпай сүт ала келуге болмай ма деп ренжиді. Содан өзің нан дедің ғой дейді. Ал мен осы бәрін көтеріп келем ғой дейді. Сонда ер адамның тек қана зейіні бірақ нәрсеге шоғырланатын білетін әйел адам уже күйеуіне бірдеңкені ала кел деп айтардан бұрын жазып жібереді. Маған сүт керек, нан керек, балаға памперс керек, анау керек, мынау керек. Жазып жібер деп мен эфирлерімде де айтамын, кітабымда да соны көрсетіп айтқам. Жазып жібереді, ана список бойынша әкеледі, болды. Құда да тыныш, құдағи да тыныш, ұрыста болмайды, соғыста болмайды. Просто психологиясын білмейді да адамдар. Одан қандай жағдай? Айта беріңіздер, қызық. Оталып кетті. Өте отыр. Біз бүйтеміз, әсіресе үйде отырған әйелдер күйеулеріне күні бойы күтеді күйеуін. Содан кейін күйеу үйге келген кезде алдынан балаша жүгіріп шығады. Жүгіріп шыққаннан кейін енді күйеу айтады, қалайсыңдар, бүгін не істедіңдер дейді. Ана бақсы күнімен күтіп отырғаннан кейін баланы садикқа апардым, ананы еттім, мынаны бүйттім деп айтып жатса, жанына келеді да, аяғын шешеді да, жанынан өтіп кетеді. Жүрегі жаман болып қалады. Сонша өз сұрады, өз тыңдамайды. Анау или өзінің комнатасына кіріп кетеді, или қолын жуайын деп басқа жаққа кетіп қалады. Анау енді құрып итіп, далаға сөйлеп атқан сияқты, құр үріп атқан ит сияқты болып битіп қалады да, жаман жүрегі ауырып қалады. Өз тыңдамайды деп. Сондай кезде айтамын, мына ер адамдардың өзінің тыңдай алатын уақыты болады да. Өзінің таймерін біліп алу керек өзінің күйеуінің. Кейбір еркектер 1 минут тыңдай алады. Кейбіреулер секунд қана тыңдай алуы мүмкін. Кейбіреулер сағаттап, ол әйелдерге повезло, сағаттап күні бойы тыңдай беретін еркегі бар әйелдерге повезло. Бірақ көбінесе ұзақ тыңдай алмайды еркектер. Олардың жаратылысы сондай. Біреулер 1 минут тыңдай алады. Соны бақылап жүріп өзі зерттеп алса, одан кейін бір шешуге тиіс мәселе болған кезде, сол таймер мына жерінде тұру керек та, мен қазір күйеуім 1 минут тыңдай алады. 1 минутта мен сол проблеманы жетесіне жеткізіп түсіндіріп айтып үлгеруім керекпін деп тұрады. Ал оны білмейтін әйелдер, анау алыстан жеткізгенді жақсы көреміз, орағытып, жаным өткенде бар ғой, бүйткенде деп айтып болғанша оның уже зейінінің шоғырлану тоқтап қалды, сені ары қарай тыңдамайды, түсінбейді, кетеді да қалды, өмір осымен тыңдамайды деп ренжіп жүреді. Еркектердің психологиясы негізі зерттесе қызық, әйелдердікі де қызық. Еркектерге әйелдердікін, әйелдерге еркектердікін зерттеңдер деп ұсыныс берер едім. Жақсы, сіздің әңгімеңіз жалпы былай ұзақ эфирде отырмаппын да, бірақ жақсы, сондай қарата білесіз, күшті тыңдата білесіз өзіңізді.
Керемет. Енді Құралай ханым, жалпы мына өз өзіңе психолог бол деген курсыңыз бар ғой деймін, иә? Өтірік айтпасам. Иә? Жалпы адам өз өзіне қалай психолог болуға болады? Одан кейін жаңағы сол курсыңыздан қандай нәтиже ала алады адамдар? Бізде бұл курс 3 ай бойы енді қара терге түсіп жұмыс жасаймыз. Өзімнің жаңағы білдей бір университетте психология ғылымдарының докторы, кандидаттары, шәкіртім ретінде сол жерде менің курсанттарыма қызмет етеді куратор болып. Бұл сабақтың пайдасы кез келген адамға, еркекке де, әйелге де, психологтарға, психолог еместерге де, жұмыс істеп жүргендерге де, бала тәрбиесімен үйде отырғандарға да өте пайдалы. Жаңағы кітап идеясы туындаған сияқты, мен енді консультацияны мына жерде бір-ақ адамға жасай аламын. Маған консультацияға ақшасы жетпей, жете алмай жүргендер қаншама. Өзіңіз білесіз, психологиялық терапия, жан дүниемен терапия жүру үшін, толық ол емделіп өту үшін қаншама процестер керек, қаншама консультация керек. Оның бәріне біреу шыдамы жетіп келеді, біреу келмейді деген сияқты. Осы проблеманы шешу үшін мен өзімнің 27 жыл бойы қыздарға көмектескен, нәтижесін көрсеткен техникаларым мен практикаларымды өзімен жұмыс жасауды осы курс қып ойлап тауып шығардым. Қазір 4-ші легі іске қосылайын деп жатыр. Бұл жерде керемет бір фишка, біз бади деп айтамыз, сенімді дос. Жалпы психологтар диплом алатын кезде біз ант қабылдаймыз. Гиппократтың антын дәрігерлер қабылдайды ғой. Сол сияқты психологтар ант қабылдаймыз. Адамның аузынан шыққан сырын ешкімге шашпаймыз деген. Яғни екі адамның, психолог пен клиенттің арасында ғана қалады деген ант қабылданады. Дәл солай бадиларымыз, екі қыз бір-бірімен бади болады, бір-біріне құрбы дос болады да, менің берген техникаларымның бәрін жаңағындай бір-біріне қолданады ғой. Өте пайдалы, мен өзім молодец Құралай деп өзіме риза болып жүрмін. Өте пайдалы. Қаншама адамның, мен бір өзім ғана игере алмай жатқан дүниені өздеріне істетіп жатырмын ғой. Балық беріп жатқан жоқпын, балық аулайтын құрал беріп жатырмын. Біріншіден. Екіншіден, енді мен вечно өсіп психолог болып отырмын ғой. Менің бұның бәрі ешқандай кітапта да жазылмаған дүниелер бар ол жерде. Алдыма келген құры экранда сөйлеп отырсам, ол тәжірибе менде жинақталмас еді. Менің алдыма келіп жылаған, еңіреген, жер тепкілеген, жерге жатып алып домалаған әйелдердің көзінің жасын сүртіп, мұрнын сүртіп, өзімнің ақыл кеңесімді айтып, өмірлерінде нәтиже көрсеткен практикалар ғой ол. Ол психологтың кәсіби практикасы, қалай жан дүниемен жұмыс жасау керек, балалық шақтан қалған елестерді қалай жоғалту керек, 5-6 түрде тұрған бағдарламаларды қалай түзету керек, жаңағы неше түрлі қандай адамның өмірінде қандай тақырып бар, сол тақырыптың бәрі қамтылған. Мысалы, адам жоғалту, әке-шешесін ешкім қанжығасына байлап жүрмейді. Әке-шешесі өлген кезіндегі алған стресстерінен тұрып қалған блоктар. Мысалы, жұмыстан аяқ астынан жаңағы босап кеткен кезде бастығы увольте етіп жібереді, немесе сокращениеге түседі, немесе аяқ астынан ақша жоғалтып қояды. Енді өмірде қатты соққы болатын ударный жағдайлардың бәріне жеке керемет практикалар беріледі, біріне бірі ұқсамайтын. Бұл ең керемет, мен мақтанатын нәрсем, мақтануға тұрарлық деп ойлаймын. Өзім мақтаншақ емеспін, бірақ бұл мемлекеттік деңгейде өтеді. 121 сағатты құраған мемлекеттік деңгейде бұл сабақтан өткен психологтар өздеріне аттестациядан өткен кезде өздеріне қолдана алады. Біріншіден, екіншіден, қып-қызыл психологтың дипломын көтеріп алып, теорияны ғана біледі, адаммен қалай жұмыс жасарын білмей жүрген психологтар үшін таптырмайтын менің әдістерімді үйренеді, алдына келген консультация бере береді ғой. Мен вечно емес, мен мұра қылып қалдырғым келеді оқырмандарыма соны. Үйреніп алсын өздері үшін. Сәттілік, қандай жақсы. Психолог болмаса да, қазір психологқа барудың өзі де оңай емес қой, ақша, уақыт. Психолог болмаса да, мысалы, жай үйдегі қарапайым ана, бала тәрбиесімен үйде отырған ана оқып алды дейік, күйеуімен жұмыс жасай алады сонымен. Күйеуінің не қалап тұрғанын, тіпті әрбір қимылдар, сіздің бүйтіп ойланып отырғаныңыздан, сіздің қазір не ойлап отырғаныңызды бәрін түсінетін практикалардың бәрі жерде язык тела дейді ғой.
денесін қозғалтуы, қолын былай істесе қалай, көзі қайда қараса қалай дегеннің бәрін сол жерде үйретеміз. Үйде күйеуімен де, баласымен де қаншама жасөспірімдердің арасында суицид болып жатыр. Баласының не қалайтынын түсінбейді. Құр бірдеңкені білдірсе, бажылдап ұрысқаннан басқа дым келмейді қолынан. Отырып алады да ойбай деп, елдің проблемасын шешуге мастер, өзінің баласы деген неге түскен кезде, қиын жағдайға түскен кезде не істерін білмей қалады. Дұрыс айтасыз. Дамуымыз керек. Қыздары үйінде отырып, оңбасағада отырып, жүкті болып қалып, суицид жасап жатқандар, апарып қоқысқа лақтырып жатқандар қайдан шығады? Анасы мен қыздың арасында байланыс жоқтығынан шығады. Міне осындай үйде енеңмен проблемаң болса, бітті ғой, енді отбасыңа төнген қауіп. Ененің көңілін табу үшін, көңілін табу демекші, енемен дұрыс қарым-қатынас жасау дейді. Көңілін табу десең, елдер подхалимчество, жағымпаздану деп қабылдайды. Ененің көңілін таба алған адам, ода ешқашан проблема болмайды. Күйеудің көңілін таба алған адамда, онымен дұрыс қарым-қатынас жасауды білген адамда күйеумен проблема болмайды. Неге мына енемен келіннің арасында бір мысал келтіре кетейін, егер рұқсат етсеңіз. Енемен келіннің арасында неге проблема болады? Өйткені взрослый позицияда өмір сүрмейді, келінде, енеде. Олар алады да нормальный еркекті құртады. Ене тұрады да келінмен ұрсықпаса баласына жамандайды ба? Бұл взрослый позиция ма? Өзіңіз ойлаңызшы, взрослый позиция емес. Ол баласына детский позициямен, өзінің болячкасы бар ішінде, детский травмасы бар. Барады да баласына келінді жамандайды. Баласы енді анасына бала болуға тура келеді. Ой, мама, ол әлі үйреніп кетеді, жас қой бірдеңе деп анасының сөзін сөйлейді. Одан кейін әйелі келеді, тағы да шешесін жамандайды. Оның басы қазандай болады. Қайтып ол көп ақша табады, миының бәрі ана әйелдерский әңгімемен толып тұрса. Жамандайды, ол енді мамам деген қартайып қалды деп, оның сөзін сөйлеуге тура келеді. Міне осы жерде взрослый позицияны қалай ұстауды үйретемін. Взрослый позицияны қалай ұстау керек? Бұндай кезде екі қатынның ортасына вообще еркек араласпау керек. Сенің проблемаң шешіп ал деу керек. Сонда ғана әйел ойлана бастайды, енемен қарым-қатынасын қалай жақсартам деп, сонда ғана ойланады. Ылғи сөзін күйеу сөйлеп тұрса, әйел ойланбайды. Ылғи сөзін бала сөйлеп тұрса, анасы да ойланбайды. Сол жерде ана жеке тұлға деген жоғалады. Баласы үшін, мамасы үшін баланың рөлінде жүреді, әйел үшін күйеудің рөлінде жүреді. Бірақ ол жеке тұлға емес. Күйеудің рөлінде жүрсе, мамасы ренжиді, баланың рөлінде жүрсе, әйел ренжиді. Қаяқта бұл жердегі жеке тұлға? Жеке өзінің пікірі бар, тұлға ретінде тұрып, ешкімді жақтамау керек. Сонда ғана ол адамдар бір-бірімен тіл табысуды, бір-бірін түсінісуге тырысады. Мен осы жерде үйретіледі, енді айта берсек, өте көп уақыт керек, негізгілерін айтуға тырысып жатырмын. Менің оқырмандарым сұрап отыр, ой, оны қайдан көруге болады деген сияқты, иә? Құралай ханым парақшасына жазылып алыңыздар деп айтам, сол жерде барлығы нақты ақпаратты беріліп тұрған шығар. Енді Құралай ханым жаңа бала тәрбиесі туралы айтып кеттіңіз. Өте жақсы болды да сол жер. Менің бір мынандай бір өлең жолдарым бар болатын. Жаңағы басыңда қиындықтар көп болғасын, далада жұмыс істеп жүр көп қандасым. Тентіреп теңге іздеп жүрген кезде балаңның тәрбиесі шет қалмасын деген бір сөздерім бар да менің. Қазір көптеген ата-ана далада жүр, мына баласы тиктокпен тәрбиеленіп жатыр, бүгінде міне шықтық қой. Осындайларға не айтасыз? Мен өйткені сізден сұрағым келеді да осыны. Себебі маған біреу бала тәрбиесі жайлы Сара ханым сіз айтыңызшы десе, мен тура әңгіменің басындағыдай мен айта алмаймын. Мен кеше ғана тұрмыс құрғанына 1 жыл болып, мен сендермен енемен қарым-қатынастың 5 тәсілін үйретемін деп отыратындарға мен таң қаламын. Өзі депрессия, тұнып тұрған депрессия да, бірақ депрессиядан шығудың 7 қадамын үйретемін мен сендерге дейтіндерге қарап қаласың, мына сонда не үйретеді деген сияқты. Вот осы жаңағы сұрақты мен өзінің есіне қойып отыр деп ойлаймын да, өйткені сіз жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, әжемін, анасыз, тәліміңіз де бар, тәжірибеңіз де бар. Осындай ата-аналарға не айтасыз? Осыны Инстаграм парақшаңызға жаздыңыз ғой деймін осы өлеңді, иә? Бір жерден естіген сияқтымын. Жаздыңыз ба? Жаздым ба, жазған шығармын. Мен көп жазам өлеңдер. Естіген сияқтымын. Сол кезде менде мынандай ой болған. Кезінде, жас кезімде мен де балаларымның қарны тоқ болғанын, көйлегінің көп болғанын ойлап жүрген кездерім болған менің де. Қазір соған өкінемін. Артқа егер өмірімді қайтадан
бастауға мүмкіндік болса, мен балаларым жанында отыратын едім. Біз ата-ана ойлаймыз да, балаға бренд кигізгіміз келеді, керемет тамақ ішкізгіміз келеді, бүкіл жағдайын жасағымыз келеді, бірақ балаға ол керек па? Соны білмейміз, онымен санаспаймыз. Балаға ол қымбат киім керек емес, мамасының жанында отырып, жаттауды бірге жаттағаны керек шығар. Оның ана мектепте досы жоқ, жалғызсырап жүргенін айтқанда соны тыңдағаны керек шығар. Соны түсінбейді адамдар. Материалдық құндылықтың артынан жүгіргеннен гөрі баланың тәрбиесімен айналысқан маңызды деп ойлаймын мен. Мына интернетте отырғанда да енді даму үшін өзімізге керек парақшаларда ғана отыруымыз керек. Атысып жатыр екен, шабысып жатыр екен, өсек грамм ғой, енді Инстаграм шыны керек. Жақсы жағы, кез келген нәрсенің жақсы жағы бар, жаман жағы бар. Соның жақсы жағынан ғана қабылдай білуіміз керек. Өткендегі болған жағдайға байланысты әлі күнге сол жерде жазылып жатыр. Көзіміз тек қана жақсыны естіп, құлағымыз тек қана жақсыны естіп, көзіміз тек қана жақсыны көрген кезде ғана біз баланы жақсы қылып тәрбиелей аламыз. Өзіміз өсек айтып болса, өзіміз тек қана жаман нәрсені айтып жатсақ, балаға қандай тәрбие береміз? Бала ол ең мықты инвестиция. Ол инвестиция құй дегенде кейбіреулер оны қымбат оқуға түсіріп, қымбат киім әперген деп ойлайды. Одан бөлек баланың жанымен санаса білу, жан дүниесін түсіне білу. Содан кейін бала кезінде сөйлеспейді, олар үлкен азаматша болып қалыптасқаннан кейін қызым мені тыңдамайды, ұлым мені тыңдамайды дейді. А бала кезінде ол өзі тыңдады ма оны? Тыңдаған жоқ қой. Тыңдауға үйреткен жоқ. Содан кейін тыңдамайды, қатынның артынан кетті. Енді қатты айтсам, көріңіздер, ана қатыны басын қалдырып алған, қатынның артынан кетті дейді. Сол баласымен қасында отырып тыңдамаған ана сөйтіп айтады. Түсінбейді өзінің не екенін. Ой, ана қатыны деген түнгі молда, сол мықты болып кетті деп айтып жатқандарды да естиміз. Қызы, мысалы, қызы тыңдамайды, ойына келгенін істейді, көшеде жүріп. Ойбай, сол кезде ұятты ойлай қалады да, ұят, отбасымызға ұят болады деп тыңдатамайды. Қызымен сырласқан жоқ, қызының жан дүниесін түсінуге тырысқан жоқ. Өскеннен кейін олар деген тыңдауды қажет етпейді, өзі де біреуді тыңдамайтын болады. Баланы көзбен тәрбиелейді ғой, сөзбен емес. Сөзбен тәрбиелеудің қажет жоқ. Мен сен үшін сөйтіп жүрмін, сен үшін бүйтіп жүрмін. Одан кейін мынандай жағдайлар көп кездеседі. Енді ойыма оралып жатқаны, значит, Алла тағалам сол информацияны айт деп тұрған шығар. Ажырасқан аналарға айтқым келеді. Ажырасқан аналар балаларыңызды әкелерінен ажыратуға тырысады да. Әкең бізді тастап кетті дейді. Әке ешқашан баласын тастамайды, әйелді тастайды. Бізді деп айту керек та, сенің әкең сені тастап кетті деп оның жүрегіне жарақат салмау керек. Егер оның болашағын ойласа, даже бопты күйеу деген конченый адам болсын, күйеу мейлі, сондай бір оңбаған болсын, тастап кетті, жарайды, басқа ел үшін кетіп қалды дейік, бәрібір де сенің алақаныңда қалған баланы ойлау керексің да, оның жүрегіне, жан жүрегіне жара салмауға тырысу керек. Сен әкең тастап кетті деген кезде бала үшін әке де, ана да бірдей биік тұлғалар жүрегіне бірден жарақат түседі. Сонан кейін өмір бойы жолы болмайтын, өмір бойы істеген ісінің бір берекесі болмайтын адам болып шығады. Дұрыс. Өте жақсы айтып отырсыз. Қалай ханым, енді мына жерде кішкене уақытта болып қапты, соңғы сұрақтардың бірі. Қазір енді өзі онлайнның заманы ғой. Көп онлайн заман, қазір өзіңізде онлайн курстарыңыз, офлайн, ол өз алдына онлайн курстарды бересіз. Мен мысалы үшін жаңағы өзім онлайн курс деп ашып жатқан себебім, кейбір айтады да, маған сонда психолог, мотиватор бірдеңе боласыз ба дейді, уже білмейді. Бұл жерде біз СМ мамандары, жалпы мына кәсіпті жүргізу, франшиза сияқты көптеген небір дүниелерді үйретеміз да бұл үлкен курста. Енді жалпы осы үйде отырған жандарға ақша туралы, ақшаға блок қоятын, сол туралы не айта аласыз? Енді ол туралы көп айтуға болады, бірақ мен мына нәрсені айта кетейінші, Сара ханым. Негізгісін ғана. Мен қазір өтіп жатыр ғой менің қыздарым 3 айлық курсты. Сіздің бастап жатқан бастамаңыз оларға таптырмайтын дүние болып тұр ғой. Сол бір-бірімізге қатысты. Мұның бәрін үйренеді, менен оны монетизировать ету деген бар ғой. Соны үйренсін.
Иә, мінекей. Инстаграм арқылы SMM-ді үйренсін, өзін продавать етіп үйренсін, өзінің услугасын ұсынып үйренсін. Негізінде мен де мысалы психолог болып кетем деп оққан жоқпын ғой, ол маған қызық болды, просто қызықтым. Тіпті алғашқы кездерде бесплатно үйіме бармай консультация өткізіп отыра беретінмін ғой отырған жерімде. Сол жұмысыма деген махаббатым маған ақша келді да. Дәл солай қазір өздерінің отбасы үшін оқып алып жатқандар бар, өзі психологпын деп оқып жатқандар бар, оқып көрейінші деп маған деген махаббатпен кіріп алып оқып жатқандар бар. Солардың барлығы өзінің қалауындағы дүниесін, білетін білімін монетизировать етуге сіз деген керемет жоба ашып жатырсыз, түсінген адамға. SMM-ді үйренсе, Инстаграмды үйренсе, өзін сатуды үйренсе, ары қарай сөйтіп дамып кетулеріне бір нәрсе себеп болады, керемет дүние. Фотографияға дейін үйретеміз. Өзің жүріп бейсің мысалы да. Ой, мен де оқимын ғой деймін. Мен мына Инстаграмға жоқпын ғой, бәрі махаббатпен тіркеліп алған адамдар. Мен жұлдыздардың жанында өзім жарнамалап жүрмеймін, таргет жібермеймін. Махаббатпен тіркеліп алғандар өздері. Инстаграмда бір кірсем, мен вообще жан-жағымдағы адамдар айтады, жаның ашымайды екен өзіңнің бизнесіңа дейді. Оны мен бизнес деп те қарамаймын. Мен оқысам мүмкін бизнес деп қарайтын шығармын бұдан кейін. Ел үшін қартайып тұрған жоқсыз ғой. Сіз қаншама адамға жол ашасыз, былайша айтқан кезде де, қаншама адамға бұл өмірде әуелі Алла, одан кейін біз бір-бірімізге себепкерміз ғой, тек қана. Сіз мысалы үшін мен неге ақша туралы сұрақ қойып отырмын? Мен сізбен шығатын кезде мен бас салып, ой, қазір мен Құралай деген ханыммен шығады екенмін дей салмаймын. Бір көрдім да ютубтағы сол кезде сіз ақша туралы өте күшті мағлұмат айттыңыз. Ақша блогы, богатое мышление, бедное мышление. Соны қарапайым қазақ тілінде жаңағы бірдеңені айтып, ананы сөйтіп қойып қой, мынаны бүйтіп қой деген дүние жоқ. Қарапайым қазақ тілде техниканың өзі әдемі кетіп жатыр да, мысалы. Соның бірін бірегейін халыққа енді егер мүмкіндік болса деп сол ғой, сол сұрап жатқаным. Өйткені сіздің жеткізу мәнеріңіз, дауыс ырғағы барлығы керемет енді. Рахмет. Ақшаға деген блогпен жұмыс жасаған кезде адамның енді қазақ тілінде айтсаң жол ашылады. Бәрімізге материалдық жағынан жақсы өмір сүргіміз келеді, үйіміздің берекесін кіргізгіміз келеді, дәулетті болғымыз келеді, табысымыздың көбейгенін қалаймыз. Ол үшін біз жан дүниеміздегі тұрған ақшаға байланысты, жақсы өмірге байланысты тұрған блоктарды шешіп үйренуіміз керек та. Осы уақытқа дейін ондай мамандар болған жоқ. Қазір енді біз бармыз ғой, бізден соның бәрін үйренуге болады. Блок деген сөзбен установканың, яғни негативті бағдарлама, блок деген тосқауыл дегенді білдіреді ғой қазақшаға аударсақ. Тосқауыл, өздеріңіз көріп жүрсіздер, мына тосқауыл қойып жатыр карантин кездерінде, әнегіні коменданттық уақыт белгіленген кезде тосқауылдар қойылып, ары бері жүргізбей тастайды ғой. Дәл сондай тосқауыл адамның жан дүниесінде ақшаға байланысты тұрса, ол адам ешқашан жақсы өмір сүрем, мен көп ақша табайын деп ойламайды екен. Өмірде бар болғанына риза болып, ең бастысы мен адамгершілігім мықты деп өзін өзі оправдать етіп, неше түрлі сылтаулар тауып, ой деп диванда жатып алатын еркектердің бәрін сол ақшаға деген блогы бар. Сол блогпен жұмыс жасау керек. Жан дүниедегі тұрған блогпен жұмыс жасаған кезде, ол ашылған кезде адам өзін табады. Бүйтіп айтып жатады ғой адамдар, блогты шешсем өзгердім деп жатады. Негізі осы өзгердім деген сөзге мен қарсымын. Өйткені осы адамдармен жұмыс істеген кезде мен түсінгенім, адам өзгермейді екен. Просто өзін табады. Алла тағалам жаратқан кезде, даже вот Алла деп сөйлесем де, елдер презираться етеді. Алла деп қапсың ғой деп, сен психологсың ғой деп. Сонда психологтар, менің дінім ислам, мен қазақпын. Алла деген сөзді айтуыма психолог екен деп ешкім маған запрет қоя алмайды. Менің дінім, мен Аллаға сенем, Алла деп, мен тіпті ана әлемдік деңгейдегі психологтардың айтатын нелерін, практикаларын қазақтың қазанында қайнатып барып қана біздің салт дәстүрімізге лайықтап қана адамдарға берем. Мен оны тікелей беретін болсам, неге барған кезде, дүкенге барған кезде шұжықты халал емес деп таңдаймыз ғой. Сол сияқты психологияны да қазақтың қазанында қайнатып қана барып беру керек. Ол үшін адамның жаны қазақ болу керек, ол психологтың. Оның Алла деп тұратын діні ислам болу керек. Сонда ғана ол таза қылып қайната алады. Өте тамаша. Сонда мына блогпен жұмыс жасаған кезде, сөзімнен Алла деген сөзді айтамын деп адасып кеттім ғой. Блогы бар адам ешқашан ақша табам деп миын қатырмайды. Диванда жатады.
Ұя алмайды, қатынның тауып келгенін ішіп жеп жатады, шешесінің тауып келгенін ішіп жеп жатады, немесе проблемасы болса әкесін айтады, соған шештіре салады, жүре береді. Ол адамға мынау жалқау, мынау оңбаған, анау мынау деп айта саламыз, оның жан дүниесімен жұмыс жасауды ойламаймыз. Психологиямен, жан дүниесімен жұмыс жасаса, ол блокты шешуге болады. Және негативті бағдарлама деген бар. Негативный установка орысшасы. Негативті бағдарлама қай кезде болады? Негативті бағдарлама, мысалы, қаншама жағдайлар кезінде деген кредитті алып әкесі берген сияқты, оны қайтарудың қажеті жоқ сияқты, бір берем деп тұрса, бір алғышпыз ғой, алып оны төлей алмай қалған кезде қиналған ақшаға байланысты. Қиналған кезімізде бізге, жан дүниемізге негативті бағдарлама, ақша құрсын деген негативті бағдарлама қойылады. Одан кейін айналамыздағы адамдардан көргеніміз, мысалы, ақшадан қиналып жүрген біреуді, подругаңды көрсең, сол қиналып не істерін білмей жатқан көрсе, осы қу ақшаның кесірінен анау деген баласына көмектесе алмай жатыр, бүйтіп жатыр деп ойлағанның өзі адамға негативті бағдарлама қояды екен. Өз басында өтпесе де, жақын адамның басында, мысалы, ақшаның кесірінен емдей алмай жүрген анасына қарап қиналады. Қу ақшай осы, мамама көмектесетін едім деп қиналады, ақшаны жек көріп қиналады. Соның бар негативті бағдарлама қояды. Ондай негативті бағдарламасы бар адамдар еңбектенеді, тым берекесі болмайды. Оның симптомы сондай, тым берекесі болмайды. Еңбектенеді, сонша ақша тапса да экономить етеді, бір күні деген күйеуі неден жолда келе жатып, жол ережесін бұзып, сергек түсіріп алады да, қымбат не келеді, штраф келеді, немесе барып машинасын соғып алады, баласы соны жөндету керек болады, тапқан ақшасы деген басқа жаққа шашылып кететін болады. Ылғи сондайда жүрген кезде, ойбай, мен долговая ямаға кіріп кеттім, бірдеңке қайтып шығам дейді. Мына жермен жұмыс жасау керек, установкалармен жұмыс жасаған кезде ол проблеманың бәрі шешіледі, жолы ашылады. Ақшаға байланысты осы жан дүниемен жұмыс жасаған, біз сана деңгейінде ғана ойлаймыз да. Сана деңгейімен адамның жан деңгейі бір-бірімен үйлесімділікте болмаса, адамның берекесі кірмейді. Сана деңгейінде бәрін хотимыз, машинанда бәрін қалаймыз. Неге болмайды деп ойлаймыз. Мүмкін ол жан деңгейінде қалып тұрған жоқ шығарсың. Сана деңгейінде ойбай 30-ға келдім, байға тиюім керек дейді. Тие алмай жүреді. Неге? Жан деңгейінде ол қаламай тұрған шығар. Жан деңгейінде сол күйеуі мен әйел ұрысып жатқанын подружкасының көрген шығар. Мүмкін әке шешесінің төбелескенін көрген шығар. Жан деңгейінде бүйткен бай құрсын деген мына жерде бағдарлама тұрған шығар. Сонымен жұмыс жасауды ойламайды. Өзінің тұмсығының астындағы, жүрегінің түбіндегі жатқан нәрсемен жұмыс жасамайды да, естері шығып, әйтеуір дала-дала болып жүгіріп жүреді ғой. Тамаша. Керемет, әр сұраққа керемет ұғынықты түсінікті жауап бердіңіз. Құралай ханым, уақытымызда болып қапты, біз енді уақытпен ғой. Мына сөз соңында жалпы осы бізге мына курсқа қатысушыларға, менің оқырмандарыма, осы жердегі біздің асылдарымызға өзіңіздің тілегіңізді айтып өтсеңіз. Біз әйел адамдар үйде бала тәрбиелеп отырғанымызға қараймыз да, істеп жүргеніміз бір оп-оңай нәрсе, бір көңіліміз толмай, ойбай деп, бір керемет, бір үлкен тауды қопарқымыз келіп кетеді. Жалпы әйелдің үйдегі істеп отырған жұмысының өзі бала тәрбиелеп отыр, бүкіл ұлтты тәрбиелеп отырғанын білмейтін адамдар бар. Ең мықты ол қазақтың қызы ғой. Ең мықты үйде отырып, баланың тәрбиесімен айналысып, бүкіл ұлтты тәрбиелеп отыр. Баламен айналысып отырған кезінде, бала тәрбиесімен үйде отырған кезіндегі сол жұмысының, сол ісінің, даже памперсті ауыстырған кездегі сол ісінің құндылығын түсінген кезде, бала тәрбиесінде отырып депрессияға кіріп кеттім деп айтпас еді. Бүкіл ұлтты тәрбиелеп отырсыз. Ал ұлтты тәрбиелеп отырған қыздарға бизнес бастау деген ол түк емес қой. Ол второстепенный бір ақша табу, жағдайыңды жасау, материалдық нәрсені қанағаттандыру да. Соны түсінген адам рахат өмір сүреді. Рахат. Ақша адамнан биік болмау керек. Ақша біздің армандарымызды орындайтын билет қана. Дұрыс. Арман адамнан биік болмау керек. Самолеттен ұшып бара жатқан кезде астыңда бір биік таулардың үстінен бүйтіп қарайсың ғой. Арманыңа сол биік таулардың үстінен қараған сияқты. Қараған кезде
сен қандай кезде қарай аласың? Өзіңнің құндылығыңды түсінген кезде, өзіңді құнсыздандырып, баламен үйде отырма, байым ақша таппайды, енем бүйтеді сөйтеді деп өзіңді өзің құнсыздандырып, анау жердің түбіне тығып тастасаң, конечно, сенің арманың асқақ болады, оған жете алмай жүресің. Арманым орындалсын десе, арманыңа аспаннан төмен қарай қарап көр, төбесінен төмен қарай қарап үйреніңдер. Әрбір істеген, даже ауыстырған памперсіңнің өзің құндылығын түсінген кезде сенде керемет мықты мотивация болады. Сенен керемет арманыңа да жетесің, мына өмірде гармонияда өмір сүресің ғой, үйлесімділікте өмір сүресің. Санаң мен жаның бір-бірімен үйлесімділікте ең бақытты, ең берекелі, ең жаңағы керемет әйел ханым болғың келсе де, ханшайым болғың келсе де осылай өмір сүру керек деп ойлаймын. Рахмет Құралай ханым, Алла разы болсын. Алла жазса, бұл біздің соңғы эфиріміз емес. Мен сізбен әлі өзімнің үлкен парақшамда да эфирге шыққым келіп жатыр. Күшті, рахмет. Жеміс тілеймін. Өміріңіз өрісті, көңіліңіз келісті, әр ісіңіз жемісті болсын деп тілеймін сізге. Ханым, менің бір мынандай бренд сөзім бар да, мен сізбін деген. Мен сізге соны айтқым келіп тұр, мен сізбін. Оқырмандарыма да айтамын. Неге өйтіп айтасыз дейді. Өйткені сіздердің әрқайсыңыздың бастарыңыздағы болған жағдай менің басымнан өтіп кеткен. Алла тағалам әдейі берген құшайды, осы әйелдердің алдында отырып сөйлету үшін бірінші мені дайындаған құшайды. Соның бәрін басымнан өткізіп. Мен егер өзімнің өмірімнен өтпесе, соны солардың санасына жеткізіп айта алмас едім. Сен мені тыңдап, менің парақшамда отырсың ба, менің айтқаным жаныңа бальзамдай жағып бара жатыр ма? Яғни мен сізбін. Менің өмірімдегі болған кедергі, қиыншылықтың бәрі сіздің өміріңізде болып жатыр, оны сіз жеңе аласыз деп. Және біздің жүрегіміздегі бір қыл бір-бірімен сәйкес келіп тұр. Бостан-босқа бүйтіп сөйлесіп отыра алмаймыз ғой. Мен сізді жақсы көремін, сізді, аман болыңыз. Разы болсын. Аман болыңыз. Жақсы, аман болыңыз. Құрметтілерім, қандай керемет эфир болды, иә? Өзі жақсы адамның жүзінен білініп тұрады ғой. Жақсы сөз, жақсы адам. Барлығын бір деңгейде жайма шуақ қабылдайтын адамдарды мен жақсы көремін. Осындай адамдармен психологтарды таңдаған кезде де кейде қыздар, командадағы қыздар, анамен шығайық, мынамен айттым. Маған подписчик не важно дедім, қыздар. 3 миллион, 2 миллион, миллион маған не важно, ондай емес. Маған дұрыс кәдімгі таза энергетикасы дұрыс адам әкеліңдерші дедім де. Аллаға шүкір. Бүгінгі эфиріміз ойдағыдай өткен секілді. Сарканай онлайн білім деген парақшаға жазылып алыңыздар. Бұл жерде күнде осындай өзінің маманның, өзінің саласындағы маманмен эфир жасап отырамыз. Бізде алда үлкен курсқа дайындық. Алла жазса, жан-жақты дайындық. Сіздерді сол курста күтемін бәріңізді.